Сәлем достар, сіздермен Акаплай арнасы. Достар, бүгін біз CS:GO ойнайтын боламыз. CS:GO ойнағанда сіздерге жай айта кетейін дегем. Мен өзім CS:GO ойнайтынымды. Сон, егер CS:GO ойнайтындарыңыз болса, менімен бірге ойнауларыңызға болады. Ссылкасын төменге қалдырамын. Мен көбінесе CS:GO ойнаймын негізі. Компьютерім дұрыс жазбауы мүмкін. Качествомен. Сондықтан кешірім сұраймын. Өйткені менікі компьютер емес, слабый ноутбуктардың бірі. Бұрын алғам ғой ерскі. 4 жыл, 3 жыл бұрындар алғам. Сол мен жазып жүрмін ойындарды. Андасын достып ойнақ қоятын бар. Қатып ату мүмкін. Осы негізі CS:GO-ны қазақ ютубында көп ешкім ойнамайды. Бір-екі рет супер кикашты көргем, Леодан бір-екі рет көргем. Сосын Алик кезет ойнап бастады, подписчиктер сұрағаннан кейін. Бірақ Алик кезет негізі көбінесе сондайға қызықпайды. Андай атыс шабыс дегендерге. Ол өзі открытый мирда, GTA 5, Far Cry секілді жерлерді ойнағанын ұнатады негізі. Қарап отырсаңыз видеоларды қойып ғой. Жаңа ойын бастады андай бір қарақшылар туралы. Sea of Thieves бет қалай еді? Сондай бір ойын бастады. Қарақшылар туралы көріп негізі. Бұрын Forest тек күшті болатын. Алик кезет түсірген. Не, бойнасын беріп, жаңадан аккаунтқа әдетті. Бұрынғы аккаунттардың барлығы жоқ қазір. Қалай жоқ екенін артынан сіздер көріп түсіндірем. Короче, вак деген бар ғой, патруль вак. Патрульда кішкентай боқмұрындар отырып алады. Өздері ойнай алмайды. Мысалы үшін сен оны черездің біреуді атып тастасаң, ол маңқалар ойлайды. Ой, мынау читер ВХ деген анда через сен көріп тұрасың ғой, соны айтады ғой. Ой, мынау читер ВХ, ана мынау. Мына забант ету керек дейді, патруль забант етіп тастайды. Сосын сенің аккаунтың жоқ. Мен бұрын оны 2500 теңге сатып алғам. Қазір CS бесплатно. Читер көп. Сонымен жүрміз ме. Жаңа аккаунт сатып етіп алғам, жүрмін. Екінші ранкпен көтеріп, калибровка өту керек. Ойнайтындар бар болса, менімен бірге өтіңдер калибровка. Сол. Осы видеоны түсіріп отқан себебім CS:GO ойнайтындар бар ма білейін деген мен подписчиктерім арасында. Бар болса бірге ойнаймыз. Ссылканы астына қалдырам. Не секілді нелер ашамыз андай. Қалай? Кейстер, скиндар. Мұнда скин бар. Ақша шынай. Онлайн адамдар, қазақтар. Короче, бәрі бар. Қожғаламыз мұны қараңыз. Подписчиктар үшін. Сол. Соны айту үшін түсірген видеоны. Бойна смертті аяқтап тсек, сосын видеоны аяқтаймыз. Бұл бойна смертті қаншалықты көп адам өлтірген сайын, соншалықты рангыңызды, яғни опытыңызды көбейтеді. Менде мысалы үшін қазір не? Екінші ранг. Енді қараңыз, 21-ші рангқа барған кезде саған прайм аккаунт береді. Прайм аккаунт не үшін ол? Прайм аккаунт сен саған қарсы читерлер түспес үшін. Сол үшін прайм аккаунт керек. Айым тренировкалар жасап тұрасың бұнда. Айым карталар бар өзінің. Арнайы. Солай скиллыңды көбейтесің. Қатып отырма сіздерді. Сол. Мынандай разрешение болады, қараңыздар. Егер компьютерің слабый болса, мынандай 4-те 3-қа қоясыз. 8-6 шынның бәрін очень низкіға қойып тастайсыз. Солай CS:GO ойнай беруге болады. Компьютерларыңыз менікі секілді. Стиральный машина болса. Сол достар. Айтайын деген. Сіздерім болған Акаплай. Бәріңе сәттілік.